Уа дулатым армысың, есен аман бармысың, осылай бір толғасам, қабыл алар жанбысың. Қазақ әлем халықтарын бір-бірімен ұрыстырмай, соғыстырмай, тұрақты өсіріп өндіретін әлемдегі жалғыз дара жол. Жер үй орнатқан аталарымыздан қалған мұраны әрі қарай алып кетуге толық дайындық жасауға тиіспіз. Қазақ баласы тақтан түскелі, жердің бетін қан жуып, соғыс пен аштық, қуғын мен сүргін тоқтамай отыр. Қазақ құдайын ұмытпаған халық, өз ары мен ожданы, көңіл таразысы. Оған аспандағы таразының қажеті жоқ. Тентегі мен бұзығын осы өмірдің өзінде тезге салып, орнына қоя білген халық. Қазаққа ана дүниеден есеп қисап жасап, бас қатырудың қажеті жоқ. Қазақ бойындағы құдайын әруағымен ұштастырып, ата-бабасының жолынан қуат алған халық. Өлім періштесінің өзі қазақты айналып өтетін болған. Өйткені қазақты тозақ пен жәннат, қабір азабы деген секілді ертегілермен қорқытып қызықтыра алмайсың. Қазақ өзгені өзекке теппеген, өзінікін бағалап көкке асқақтатқан халық. Жер ана мен от иесі, су иесі, жан жануардың киесі мен көк тәңірін ұғынған, сезінген халық. Қырықтың бірі қыдыр деп адамның қадірін білген еліміз, мыңның бірі уәлі деп құдайы қонағын түнеткен еліміз, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған еліміз, сөз қасиетін ұғынып, қадірін бағалаған еліміз, басымыздан сөз асырмаған, асқақтағандарды тасытпаған, жақсының құтын қашыртпаған еліміз. Әлем коммунист болам деп жер үйғыз деді, таба алмай қанға бөкті. Халифат құрам деп жер үйғыз деді, қанға бөгіп айдалаға лағып кетті. Жер үй орнатам деп капиталистік демократияға келді. Жетімі мен жесірі қараусыз қалып, бала атасын, қыз анасын сыйламайтын күйге жетті. Жер үй орнатам деп нацистік үшінші рейх шықты. Ари болам деп қанға бөгіп жайына кетті. Крест жорығын жасап, әлемге дін таратам деп Рим папасының жандай шаптары онда шықты. Масқара болып, өтірігі шығып, онда кетті. Әлемді қазақылық ғана құтқара алады. Әр сәбиді бақытты, отбасын толық, кедейі мұңаймайтын, байлары талтаңдамайтын, ұрысы ұрлығын ұмытатын, қарақшысының жүзі ұялатын, атасының атына жаман сөз келтіруден қорқатын ел қазақта ғана. Қазақтың құдайдан түскен кітабы бар. Ол кітап қазақтың қаны. Әр қазақ құдайдың кітабын тасып жүрген кітапхана. Руларымыз сол кітапхананың бөлімдері. Адамзаттың асыл тәжі қазақылықта, қазақтың тілінде, қазақтың рухында, салты мен дәстүрінде жатыр. Уа қасиетті қара топырақ, уа аққан су иесі, жанған от иесі, жыбырлаған аң мен ұшқан құстың киесі. Уа ата-бабамның әруағы, қолдай көр, қоштай көр, демей көр, жебей көр. Құдайым, қаным ақса құдайым жанында, қаным тоқтаса құдайым тастап кетеді. Құдайға жалбарма, құдайға керегіңді жасат қазақ. Бабаң жер үй орнатып әлемді билеген алтын тақта отырған еді. Алтын тағыңа қайта отыр. Оны жасамасаң, басың кетсін домалап.